Барлықтарыңызға қайырлы күн. Мен Ақтөбе облысы Шалқар ауданы Төлташанов атындағы жалпы орта білім беретін мектептің ағылшын тілі пәні мұғалімі Бухашева Гүлжан Бенбетовна және 8-ші сынып оқушысы Әзімжан Айару Нұрболатқызы. Бүгін сіздерге сыныптас жергілікті аңыздар арқылы ағылшын тілін үйрену атты жобасымен таныстыратын боламыз. Сәлеметсіздер ме? Бірнеше ғасыр бұрын туған аңыз бүгін жасанды интеллектпен сөйлей ала ма? Біздің жауабымыз иә. Біз бұл сұрақты ағылшын тілін оқытуда оқушының мәдени сәйкестігін сақтай отырып және тіл үйренудегі дағдыларды дамыту жолдарын іздеу барысында қойдық. Біз Шалқар өңірінде ұмыт болып бара жатқан сыныптас аңызын зерттей отырып, оны ағылшын тіліне аударып, жасанды интеллект арқылы цифрлық форматқа көшірді. Нәтижесінде аңыз ағылшын тілін үйренуге арналған заманауи білім құралына айналды. Айта кету керек, бұл жоба аңызды қайта айту ғана емес, сонымен қатар оны білім беру ресурсына бағытталған зерттеу жұмысы. Өздеріңіз білетіндей, қазіргі кезде мектеп бағдарламасында оқушылар ағылшын тілін үйренуде шетелдік мәдени контекстке негізделген мәтіндермен жұмыс жасайды. Біз ағылшын тілін Гарри Поттер арқылы үйренеміз. Шетелдік кейіпкерлердің оқиғаларын жақсы білеміз. Ал жергілікті аңыздар мен ұлттық құндылықтар оқу процесінде сирек қолданылады. Нәтижесінде жергілікті аңыздар ағылшын тілінде сөйлей алмайды. Бұл жағдай оқушылардың өз мәдениетіне деген қызығушылығын төмендетіп, тіл үйренуді жат әрі өмірден алшақ процесс ретінде қабылдауына әкелуі мүмкін. Осы мәселені ескере отырып, біз оқушымызбен бірге Ақтөбе облысы Шалқар өңірінде сақталған сыныптас жергілікті аңызын зерттеу нысаны ретінде таңдадық. Келгебай атты байтам қызы Қырмызы үйлену тойының алдында сән салтанатпен жасалған жасауына көңілі толмай, әкесінің байлығының тұтқасы мініс атын беруді сұрайды. Қызының ашкөздігі мен қанағатсыздығына көңілі толмаған әкесі қызын сыныптас бол, тасқа айнал деп қарғайды. Бүгінде Шалқар ауданы Алақозы елді мекенінде тас мүсінді қыз бен түйе мүсіндері бар. Халық бұл мекенді сыныптас деп атайды. Сыныптас аңызы адамның таңдауы, өкініші мен жауапкершілігін терең символдар арқылы жеткізетін тәрбиелік мәні жоғары мәдени мұра. Біздің жобамыздың негізгі мақсаты аңызды тек мазмұн ретінде көрсету емес. Оны қазақ және ағылшын тілдерінде оқушының тілдік деңгейіне бейімдеп, ағылшын тілін үйренудің оқу ресурсына айналдыру. Сондықтан да біздің жобамыз екі тілді форматта әзірленді. Және жобаны жүзеге асыру барысында біз әртүрлі жасанды интеллект құралдары мен цифрлық технологияларды кеңінен қолдандық. Атап айтқанда біз аңыздың екі тілді баспа кітапшасын және онлайн флипбук нұсқасын жасап шығардық. Аңыздың кітапшасы негізгі екі тілде қамтылған. Өздеріңіз көріп отырғандай, алғашқы бөлімі кіріспе бөлімі, тәрбиелік мәні және бағыты көрсетілген. Сонымен қатар әрі қарай аңыздың мазмұны екі тілде берілген. Кітапшаның соңғы бетінде аңыздың барлық форматына арналған QR-кодтар көрсетілген. QR-кодтарды басу арқылы оқушылар кітапшаның аудио нұсқасын және флипбук нұсқасын және де анимациялық мультфильмін көре алады. Сонымен қатар біз аңыздың ағылшынша мазмұнындағы жаңа сөздерді үйренуге, ағылшын тілін үйренуде жаңа сөздерді бекітуге арналған Quizlet платформасында жаңа сөздерді жасадық. Бұл жерде оқушылар ойын арқылы, сәйкестендіру арқылы жаңа сөздермен жұмыс жасай алады. Сонымен қатар тілдік дағдыларды дамыту барысында, әсіресе тыңдалым дағдысын дамыту үшін біз аңыздың екі тілді аудио нұсқасын жасап шығардық. The legend. Long ago, in the Alagozi area near the southern edge of the Great Borax Sands, there lived a wealthy man. Және аңыздың қазақша нұсқасы. Аңыз. Ертеде Ұлы Борсы құмының оңтүстік шығысындағы Алағозы деген жерде бай Келгебай өмір сүріпті. Оның Қырмызы есімді сұлу, сымбат. Бұл форматтар оқушыға аңызды тыңдауға, көруге, естуге және де оқуға, айтуға бірдей мүмкіндік береді. Жоба
нәтижесінде оқушылар өз мәдениеті арқылы ағылшын тілін үйренеді, сөздік қоры мен сөйлеу дағдыларын дамытады, сторителлинг қабілетін жоғарылатады және ұлттық құндылықтарға құрметпен қарай бастайды. Сыныптас ол тек аңыз емес, ол ойлануға, тәрбиелеуге қызмет ететін цифрлық білім құралы. Жергілікті аңыздарды жасанды интеллект көмегімен цифрландыру, цифрлық форматқа көшіру бұл заманауи білім берудің негізгі бағыттарының бірі болып табылады. Өткеннің мұрасын болашақтың тілімен сөйлету біздің жобамыздың басты мақсаты. Назарларыңызға рахмет.